Ал қайнатасының қолынан қаза тапқан семейлік келіншектің денесі бүгін жер қойнына тапсырылды. Қара жамылған жақындары Ақерке Қозыкешеваның мәйітін Оралдан туған жеріне ұшақпен жеткізген. Әйтсе де жаназаға жиналған жұрт қатты соққылардан денесінің сау тамтығы қалмаған марқұммен дұрыстап қоштаса да алмады. Ал Ақеркенің туыстары құқық қорғау органдарынан әкесі Саят Қозыкешевте қалған жиен немересін алып беруді талап етіп отыр. Ақерке небәрі 27 жасында қайнатасының қолынан қыршыннан қиылды. Оралда болған қанды оқиғадан кейін оның мүрдесі араға 6 күн салып Семейге ұшақпен жеткізіліп отыр. Ең өкініштісі, жаназаға жиналған дүйім жұрт онымен дұрыстап қоштаса да алмады. Өйткені күдікті Асылбек Омаров оны адам танымастай етіп тастаған. Ол келінін алғашында тұншықтырып, ұрып соғып, артынан пышақтап денесін сау тамтығын қалдырмапты. Сондықтан ақтық сапар алдында сүйегін жууға ет жақындарына ғана рұқсат етілді. Енді марқұмның артында жер бауырлаған ана қайғыдан қабырғасы қайысқан жақындарымен 2 баласы қалды. Туыстарының ендігі арманы Ақеркенің бұрынғы күйеуі Саят Қозыкешевте қалған 1,5 жастағы жиен немерелері Әлішерді өз тәрбиелеріне алу. Саят не сможете вы его воспитывать, потому что он дважды судимый. Дед судимый. Как они будут воспитывать этого ребенка? Тоже зыка, что ли? Пусть возвращают сюда ребенка, пусть отдают. Алайда құзырлы орын өкілдері кішкентай баланы бірден тартып әпере алмайтындықтарын жеткізді. Себебі анасы көз жұмса, бала әкесінде қалу керек екен. Оның үстіне Саят әкелік құқықтан да айырылмаған. Согласно кодекса. Неке заңына сәйкес ата-анасымен қатар жақындарының да баламен сөйлесіп тұруға құқығы бар. Сондықтан олардың немересімен араласа беруіне болады. Бірақ мұны біз қатаң бақылауға аламыз. Енді мамандар Саят Қозыкешевтің тұрмыстық жағдайын жіті тексермек. Оның баланы бағып қағуға шамасы жете ме, жетпей ме толық анықтаймыз деп отыр. Сондықтан қара жамылған отбасына әліптің артын бағудан басқа амал жоқ. Айта кетейік, екі арадағы жанжалда осы баладан басталған болатын. Саят пен Ақерке ажырасқаннан кейін енесі мен бұрынғы күйеуі кешірім сұрап келіп, 1,5 жасар Әлішерді Оралға алып кеткен. Ал осыдан кейін баласын Семейге әкелуге барған ананы қайнатасы жалдамалы пәтердің бірінде өлтіріп тынды. Ол немересін бергісі келмегендіктен келінін өлтіргенін айтып, полиция қызметкерлеріне өзі берілген. Қазір қамауға алынып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Бірақ Ақеркенің жақындары оның бұл қылмысты жалғыз жасадым деген сөзіне мүлдем сенбейді. Ұлан Рахмет, Андрей Щетинин, КТК.